Жамбыл облысы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамы филиалының бас маман Тұяқбай Тоғжан Нұрғалиқызы. Тұяқбай Тоғжан Нұрғалиқызы 1998 жылы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін инженер-экономист мамандығымен бітірген. Әлеуметтік салада қызметті 1999 жылы зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы Жамбыл облыстық филиалының Тараз қалалық бөлімдерінде аға маман ретінде бастады. Әлеуметтік төлемге құжаттар қабылданған құжаттарға сәйкес шешім жобасын дайындады. Әлеуметтік төлемдерге мұқтаж мүмкіндіктері шектелген, асыраушысынан айырылған және зейнет жасына келген облыс тұрғындарына қызмет көрсету, осы кісілермен сұхбаттасып, кеңес беріп көмек көрсету, жұмысын жақсартып, сапалы қызмет көрсетуге шабыт берді. Одан кейін электронды іс үлгілерін бақылау бөлімінде 2007 жылдан бастап зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы Жамбыл облыстық филиалының Тараз қаласы бойынша іс үлгілерін қалыптастыру бөлімінің бастығы болып, 2011 жылдың наурыз айынан электронды іс үлгілерін бақылау бөлімі бастығы қызметтерін атқарған. Осы әлеуметтік саладағы еңбектері жақсы бағаланып, 2012 жылы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі әлеуметтік қызметкер күніне әлеуметтік саланың үздігі төл белгісімен марапаттады. 2016 жылдан бүгінгі күнге мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамы Жамбыл облысы бойынша филиалына бас маман қызметіне қабылданып, әлеуметтік салада қызметін жалғастыруда. Алдыңғы жұмыс жасаған мекемедегі жинаған тәжірибені осы жұмыста жалғастыруда.